Сәлем достар, баршаңызға бүгін сіздермен бірге осындай өте керемет дәмі ауызда еритін ши-бауырсақ және шақшақ бірге дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар, видеомды толықтай қарап, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Ең алдымен 4 жұмыртқамызды жарып саламыз құрғақ ыдысымызға, үстінен шым-шым тұзымызды саламыз, жақсылап араластырып аламыз біркелкі болғанша. Үстінен қантымызды саламыз, шай қасықпен салып жатырмын. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Нан содамыздың үстіне аздап уксус қостым. Егер уксус қосып осылай жасайтын болсаңыздар, сонда содаларыңыздың ешқандай дәмі шықпайтын болады. Жақсылап қозғап аламыз, тағы да араластырып. Енді електен өткізіп, ұнымызды салатын боламыз. Толық рецепті төменде описание бөліміне қалдырып кеттім достар. Сол жерден жасай берсеңіздер болады. Міне осындай қолға кішкене жабысатындай қамыр шығады. Қамырымызды 10 минутқа қалдырып қоясыздар. Арада 10 минут өткеннен соң қамырларымызды алып, ұн себе отырып, қолымыздың көмегіменен кішкене үлкейтіп, оқтауменен жайып аласыздар. Жұқалау қылып жайсаңыздар, барынша ши-бауырсақтарыңыз, чак-чактарыңыз қытырлақ болып, өте дәмді болып шығады. Міне қамырларымыз жайылып болды. 10-15 минутқа осылай жайып қойыңыздар, сонда кеуіп әдемі болады, кескен кезде аралар жабыспай. 10-15 минут кептіріп алдым. Дайын болған қамырларымызды кесуге ыңғайлы етіп, осылай орап-орап кесіп шықтым. Оқтаудың көмегімен де орап кесіп алсаңыздар болады. Достар, менің YouTube арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген қолжетімді рецептермен бөлісетін боламын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан мінсіз болып шығады. Орап алған қамырларымызды осылай жіңішке етіп, барлығын кесіп шығамыз. Араларын ашып қоясыздар. Міне барлығын кесіп алдым. Енді отқа қазандарымызды қойып қоясыздар. Орташа қылып, қатты қызып кетпеуі керек. Аз-аздан сала отырып, осылай екі бетін аудара отырып, қызарғанша ұстап пісіріп аламыз. Аз-аздан салыңыздар, қазандарыңыз толып кетсе, майы тасып кетуі мүмкін. Міне барлығын пісіріп алдым, қып-қызыл қылып өздеріңіз көріп тұрғандай. Шұңғыл ыдысқа ыңғайлы етіп, қолымыздың көмегімен кішкене мыжып аламыз енді. Бір бөлігін тарелкаға салып алдым, ши-бауырсағын, қалғанның барлығын осылай ыдысқа салып, үстінен балымызды құямыз. Ешқандай балымызды қайнатпаймыз. Дайын болған ши-бауырсақтарымыз ыстықтай кезінде құйсаңыздар, тез жабысатын болады. Және мұздай судың көмегіменен қолымызбен бір-екі рет үстінен басып жібересіздер. Міне, осымен чак-чактарымыз дайын болды. Дайын болған чак-чактарды қолымызбен кішкене қысып-қысып, осындай формаларға салып қойдым мен әдемілік үшін. Өте тез дайын болады. Әсемдік үшін осылай мейіз қойып шықтық үстіне. Және 1-2 сағатқа салқын жерге қойып қойсаңыздар, одан сайын қатып әдемі болып тұрады. Шаймен ішкенге өте керемет. Енді ши-бауырсағымыздың үстіне бір шоколад сеуіп жердім. Үкіштен өткізіп, сеппей-ақ жей берсеңіздер болады. Өз қалауларыңыз бойынша жасай бересіздер. Дәл солай жей берсеңіздер де өте дәмді, қытырлақ болып шыққан. Және қант ұнтағын сеуіп шықтым. Міне осыменен чак-чагымыз да, ши-бауырсағымыз да дайын болды.
сіздер де жасап көріңіздер міндетті түрде. Егер менің видеом ұнап жатса, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Сіздерге де ас болсын. Назарларыңызға көп рахмет. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Сау болыңыздар.